Ассалаумағалейкум мұсылмандар. Орысша айтқанда чего греха таить дейді ғой. Біздің көптеген мұсылмандарымыз, әсіресе хиджаб киген апайларымыз бен қарындастарымыз жаңа жылды тойламаймыз деп айтады да, бірақ үйлерінде отырып жаңа жылды сағат 12-ден бастап тойлай бастайды. Өйткені елдің көбі ойлайды, мұнда тұрған ештеңе жоқ, күнә жоқ, ешқандай күнә жасай қоймаймыз деп. Бірақ не дегенменен бұл күнә болады. Сондықтан да байқаңыздар, балаларды жасынан бастап алдауды доғарыңыздар. Өйткені елдің бәрі алдайды мына балаларды кішкентай туған кезінен бастап. Жаңа жылда сендерге подарканы Аяз ата мен Снегурочка әкеп береді дейді. Жоқ, олай деп айтпаңыздар. Шындықты айтыңыздар. Мына сендердің әкелерің бір ай бойы жұмыс істеп шаршап, содан тапқан ақшасын мына Аяз атаға берді деп, немесе барып та магазиннен барып сендерге сыйлықтар сатып алып, әдейі мына Аяз атаға берді, сендерге таратсын деп айту керек. Турасын айту керек. Баланы алдауға болмайды жасынан бастап. Сосын айту керек, мына Аяз ата деген бұл аспаннан түскен адам емес. Бұл жай ғана сен мен біз сияқты адам. Жай ғана бірақ сақал жапсырып алған, үстіне ана тон киіп алған деп айту керек. Сол сияқты жаңа жылда егер болмай отыра қалсаңыздар дастарханға, Абай атамыз айтты ғой, жаратушы тұрғанда жаратылғаннан сұрап не болды деп. Не сұрасаңыздар да Аллахтан сұраңыздар. Барлық жақсылықты Алладан күтіңіздер. Күнә жасап қойып жүрмеңіздер. Я жаңа жыл бізге денсаулық бере гөр деп, немесе жаңа жылда бізге денсаулық бере гөр, ақыл есімізді күшейте гөр деп. Сондықтан ақырын-ақырындап байқаңыздар, тойлап қойсаңыздар, Аллахтан ертеңінде кешірім сұрауды ұмытпаңыздар.